Мына жаңалықтарды оқыған шығарсыз. Экологиялық көліктерге ақырындап ауысу қажет. Бірақ сіз бұл электрокөліктердің бағасы қанша тұратынын білесіз бе? Қазір толық айтып беремін, видеоны аяғына дейін көріңіз. Лайк басыңыз, бейнені тарата салыңыз. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда да қалтаңда. Әдеттегідей тендердан бастайыншы. Қызылорда автобус паркі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 100 электроавтомобиль алуға 1 миллиард 100 миллион теңгелік тендер жариялаған. Тендердің қызығы мынау: қатысқан компаниялар тізімінде Жолдар Лемі мекемесін байқауға болады. Алайда бұл мекеме конкурсқа қатысу талаптарына сәйкес емес деп танылып, кейін Амекс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі жеңімпаз атанды. 1 миллиардтан аса ақша бөлінген тендерді кім қате жіберді? Қараңыз, конкурс хаттамасының комиссиясының құрамында 6 азаматтың аты көрсетілген. Басшылық құрылым бойынша олардың ішіндегі лауазымы жоғарысы әрі комиссия төрағасы Қызылорда облысының мемлекеттік сатып алу басқармасы басшысының орынбасары Алтынай Қуандыққызы. Енді техникалық сипаттамасын баяндайын. Жеткізуші автоматты трансмиссиялық моторы 3000 текше сантиметр көрсеткіштен аз емес 2 класты жеңіл автокөлік әкелуі шарт. Әсіресе тапсырыс беруші қытайлық өнім және электрлі автокөлік қажеттігін нақтылап жазған. Бір көліктің бағасы қанша деген сұрақ туындайтын шығар. Онда айтайын, қалаға әкелінетін бір көліктің бағасы 11 миллион теңге. Техникалық сипаттамасында жеткізуші қытайлық JAC Sehol Айпауы маркалы жеңіл электрокөлігін әкелгенін байқауға болады. Ашық дереккөздегі мәліметке сенсек, автокөліктер Қызылорда автобус паркі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің балансына берілген. Бүгінде серіктестікте 52 көлік жеткізіліпті, қалған 48-і жақында әкеліну керек. Қас сілтеме қалдырам, материалмен толық танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.